Үй жағдайында артық қоспасыз дайындалатын балмұздақтың рецептімен бөлісемін. Жүгері крахмалына су қосып араластырып қоямыз. Менде бұл жерде қолдың сүті немесе 6% қою сүтке құрғақ сливкиді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне декстроза қантын саламыз, оны Wildberries немесе Озоннан алуға болады. Бұл виноградтан жасалған осындай қант. Жаңағы кукурузымызды былғап қосамыз және жақсылап араластырамыз. 5-10 минут араласқаннан кейін массамыз қоюлана бастайды. Массамызды мұздатқышта немесе тоңазытқышта салқындатамыз. 33% сливкиді жақсылап соғып аламыз миксермен. Яғни осындай қою масса болғанша соғамыз. Және де жаңағы сүттен жасалған массамызды үстіне құйып, кішкене ванилин қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Балмұздақтың арнайы формаларына құйып, мұздатқышта 1 түнге қатырамыз. Өте дәмді шығады. Ең бастысы артық қоспасыз осындай балмұздақты жазда балаларымызға жасап берейік. Ас болсын.